Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін апельсинді шырына жасалынатын бисквитті кекстердің рецептін ұсынбақшымын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қант салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ал егер сіздерде миксер болмаса, онда венчиктің көмегімен араластыруға да болады. Енді біз араластырып болған соң, оның үстіне күнбағыс майын құямыз. Және де миксермен тағы да араластырамыз. Негізі барынша миксерді пайдаланған дұрыс, себебі біздің бисквитті кекстеріміз көтеріліп пісу үшін осындай миксердің көмегімен жасаймыз. Және де апельсинді шырынды құямыз, оның үстіне тағы да миксермен араластырамыз. Енді оның үстіне апельсиннің цедрасын саламыз, яғни апельсиннің сыртын үккіштен өткіземіз. Миксермен араластырамыз. Енді бізге миксердің көмегі қажет емес. Енді құрғақ ингредиенттерді жеке қосамыз. Оған ұн, қопсытқыш және крахмал қажет. Крахмалда мен картофельный крахмалды пайдаландым. Ал егер сіздерде картофельный болмаса, онда кукурузный крахмалды пайдалануға болады. Осы құрғақ ингредиенттерді күштен өткіземіз. Барлығын қосып саламыз. Осындай менде қою қамыр шықты. Енді алдын ала кекстің формочкаларын дайындап аламыз. Енді осы тестаны қасықтың көмегімен құйып шығамыз. Барлығын салып шығамыз және 170-180 градуста шамамен 10-15 минутта пісіреміз. Менде 14 минутта пісті. Барлығы жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Енді бетіне клейгейден крем жасаймыз. Яғни мен алдын ала дайындап қойдым. Мен егерде клейгемен жұмыс жасаудың тәсілдерін көргіңіз келсе, мен төменге описанияға ссылкасын қалдырып қоямын. Сол жерден қарап жасасаңыздар да болады. Мен алдын ала дайындап қойдым. Енді осындай кондитерлі мешокқа саламыз. Бір бұрышын қиямыз қайшымен. Сосын кекстің бетіне гүлдің формочкаларын жасаймыз. Қалауыңызша басқа да құрамдарды қосуға болады. Барлығы өз қалауыңызша. Мен жайып болдым. Енді бетіне сәндеу үшін, яғни безендіру үшін осындай кондитерлі конфеттерді пайдаланамын. Негізі пайдаланбауға да болады. Дегенмен бұл кекстің беті әдемі көріну үшін, яғни сәнді көріну үшін пайдаландым. Салып болғасын холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз.
20 минуттай өтті, крем толықтай сіңді. Енді біз қазір ортасын бөліп көретін боламыз. Өте оңай кесіледі, әрі өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Өздеріңізде жасап көріңіздер, сіздерге толықтай ұнайды деген ойдамын, және де нәтижесін комментарийға бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.